мешіттер көп. Небір алпауыт мешіттері бар, Орта Азиядағы ең үлкені бар, мәрмәрі бар. Ол мешіттер кімнің қаражатына салынып жатыр десек, халықтың қаражаты дейді, болмаса бір бай бағландардың қаражаты дейді. Жақсы. Енді осы қаражатты мектеп салуға жұмсауға болмас па еді деп айтуы мүмкін жаңағы баласы 3 ауысымда оқып жүрген ата-аналар. Бірақ соның осындай айтылған видеоның комментарийіне өтсек, мұсылмандар айтады: біз мешіт саламыз, мектепті атеисттер салсын. Немесе атеисттер өздерін жиналып бір мектеп соқпадыңдар ма? Енді менде сұрақ. Сонда мұсылмандардың ішінде бұлай айтатын адамдар болмаған ма? Ағалар, көкелер, халқым, мына мен негізі жұмаға далада оқысам да оқимын. Сыртта оқысам да 1 сағат ештеңем кетпейді. Мен ересек адаммын ғой, дардай еркек, дардай әйел адамдармыз. Айтты, далада тойласақ та тойлаймыз, мешітке сыймай қалсақ, далада тойласақ та тойлаймыз, ештеңе жоқ. Бірақ мына қаражатты, мына мен балам 5 күн баратын, ертең болашағым болатын мектепке жұмсағандарыңыз дұрыс еді ғой. Мына атеисттер де дұрыс айтады негізі. Мешіт керек шығар, бірақ маңыздылығы жағынан мектеп жоғары ғой. Мен былай далада қалсам да оқимын, бірақ балам күшті мектепте оқыған дұрыс еді деп пікір айтатын, жай ғана пікірін айтатын мұсылмандардың жоқ болғаны ма сонда?